Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі тақырыбымыздың бүгінгі ашылымыздың ашылады. Skills тақырыбындағы, Skills чемпионатындағы модульдер бойынша жұмыс істеу, яғни шкала өнімдерін құйып, температурасын тұрақтату. Енді жұмысымызға бастамас бұрын, ең алдымен біз жұмыс орнымызды дайындап аламыз. Ол үшін айналамызды жұмыс орнымызды зарарсыздандырамыз. Және де құрал-саймандарымызды да зарарсыздандырып, жұмыс тәртібіне келтіреміз. Бізге ең керек құрал-сайманымыз бұл қалақша. Өздеріңіз тұрғандай ағашымыз, қалақшаларымыз барлығын сүртіп, стерилизатордан өткіземіз. Яғни және бізге температурасын, шкаланың температурасын біріктіру үшін, бақылауда ұстау үшін температура өлшегіш керек. Енді бізде бұл жерде негізгі өнім шоколад болып табылады. Білесіздер, шоколадтың қара түрі, ақ түрі, міне сіздерге көрсетіп қояйын. Ақ түрі, қара түрі, ақ түрі және молочный кездеседі. Және оның ішіндегі ең керекті шикізатымыз ол какао майы болып табылады. Оны да сіздер кондитерлік магазиндерде таба аласыздар. Және какао масланы. Бұл какао масланың өзінде бөлшек түрінде және көкшік түрінде және порошок түрінде кездеседі. Ал шоколадты бүгінгі аш табағымызға қолданатын шоколадымыздың несі қара шоколад қолданамыз. Бұл Алибау фирмасының Бельгия қаласында өндірілетін ең жоғары сапалы шоколад деп айтсақ болады. Өйткені профессионалдар осы шоколадпен жұмыс істейді. Және енді жұмысымызды жайлап бастайық. Бірінші біз шоколадымызды аламыз. Бұл жерде біз температураны тұрақтандыру үшін бізге ең керек құралдың бірі айтып қой жаңағы водяной баняны қосып қоямыз. Оны қайнағанша бірінші сіздер 2 мыңға көтеріңіздер. Ол уақытта қайнайды. Қайнағаннан кейін ішінде суымыз қайнайды ғой. Қайнағаннан кейін оның температурасын 200-ге түсіресіздер. Және бізге керек заттың бірі тағы да фен деп айтамыз. Бұл фен бізге ең керек қажетті құрал болып табылады. Так, сосын шоколад өндірісінде ең маңызды құрал ол бізде қалып деп айтамыз ғой. Поликарбонатты қалып. Және поликарбонатты қалыптан басқа бізде силикон қалыптар да бар. Профессионалды өнім алу үшін көбіне мына магазиндерде екі түрде сіздердің таңдауларыңыз бар. Қайсысын аламыз дейді. Ал бірақ көбіне мына поликарбонатты қалыпты қолданатын үшін бұл сіздерге қол еш жылға дейін жасайды. Мына мен қалыпты қолданып, силиконды қалыпты қолданбауларыңызға оның астында сіздер шпательмен бұлай жүргізген кезде бүлдіргі болып шкаланың асты мен бір қолдануды бірге оларды біз зарарсыздандырады. Шашка ма, нарды ма? Нардылар бар ғой. Машина салып шаш шақырта білмеймін. Бізде естеріңізде болса, алдыңғы жылдары Skills чемпионатында
оқушыларымыз қатысты, иә. Сол кезде 3-ші модульда бізде шоколад құю болды. Яғни 2 шоколад құю болды, кескінді және қармауы. Көрсеңіздер, біздің әріптесіміз Жәмила Хамытбекқызы сіздерге кескінді шоколадты көрсетті. Бүгін мен сіздерге формовой шоколадты көрсетеміз. Бұл жерге бізге енді керегі бәрін залалсыздандырып, орнымызды дайындадық. Енді біз алдын ала уақыттың тығыздығына байланысты біз сәндеу үшін какао масломен, какао майымен майда еритін бояуды алып, әрлеу үшін әрлеу маслосын дайындап жатырмыз. Ол бізге жаңағыдай әдемі өнім, товарный вид деп айтамыз, соны беру үшін қолданамыз. Алдыңғы чемпионатта бізде формовой шоколадымыз 10 штуктан болды. 10 штука 1 сағаттан берілді балдарымызға. Сосын әріптестер сіздерге айтып кететін жағдай, сол кезде нюанстардан бізде 500 заттар болды да, ол жерде стеклолардан жасалған ыдыстар, ал Орскилстың тапсырмасы бойынша ондай заттар кірмеу керек. Өйткені білеміз, әртүрлі жағдай болуы мүмкін, бала асыққанда қолынан түсіп кетуі мүмкін. Сол кезде жаңа ыдысымыз сынып, ішіндегі стеклолар зиян тигізуі мүмкін. Сол себепті соған да көңіл қатты бөліңіздер. Яғни ол жерде бізде көбіне пластиклы заттардан темір заттарды қолдануға болады. Біз енді мына немізді сәндеу үшін дайындап қойдық. Енді жайлап жұмысымызды зарарсыздандырып, сәндеп бәрін дайындап қойдық. Енді жұмысымызды бастаймыз. Ал сәттілік. Және ол жерде естеріңізде болса алдыңғы жылы Орскилста бір шоколадымыздың салмағы 15-ге дейін деп айтылды. Оған да көңіл бөліңіздер. Ол да ертең рөлін ойнайды. Міне осылай шашып аламыз, көріп тұрсыздар. Енді қалақшаны алып, бір тазалап аламыз. Тазалап, бұны біз тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқышта сәл-сәл қатыңқырасын. Ол уақытта біз мына жақта сіздерге алдына қойып кеттік қой жаңа шоколадымызды. Енді сол шоколадымызды араластырып, температурасында бақылап қойып, қазір термометрмен көріп жатырмыз. Қазір көріп тұрсыздар ма, сіздерге көріне ме білмеймін. 34 болып тұр. Ал қара шоколадтың біз жеткізу керекпіз 50-55 градусқа. Қазір 32.
бұл жерде сіздер өте мұқият болыңыздар. Өйткені қатты күйіп кетсе де, мысалы, шоколадтан ащы дәм шығады. Ал егер температурасын жеткізбесеңіз, онда мына құясыздар ғой шоколадты. Құйғанда шоколадыңыз жылтырамайды және еріп, қазір формаларыңыздан түспей қалады. Сол үшін сол жағына көп мұқият болыңыздар. Осы процесті мұқият істеуіміз керек. Былайша айтқанда. Вот секілді болып тұр. Қырыққа көтерілді. Сіздер қорықпаңыздар, ішінде мынандай комоктар болады. Ол жаймен температурада ол өзі жай ериді. Сіздер еш уайымдамаңыздар. Қырық жеті болғанда уже жайлап ала беріңіздер. Өйткені мына ыдысымыздың өзінің ыстығы болып тұрады әлі. Сол бізге өшіріп қоясыздар. Қазір қажет жоқ. Елуге жеткіздік. Сіздерге білесіздер, қара шоколадтікі 50 мен 55-тің арасы. Ал молочный шоколад деп айтып отырмыз ғой. Олардікі 50-ден 45-ке дейін, ақ шоколадтікі 45-тен 40-қа дейін. Табыр қарап қойып. 49. Табыр қызы жүрек. Құрметті әріптестер, біз білесіздер, қазір 50 мен 55-дің арасында жеткіздік. Жетті. Енді біз тоқтықтан алдық. Ендігі процесс білесіздер, бізде бұны темперирование деп айтамыз. Ол сіздерге көріну үшін көрсетіп қояйық. Міне, жетті. Енді зарарсыздандырып алайық бірінші. Өйткені жаңағы түсіп қойдық біз дегенде. Міне, бұл мраморный тақташа деп айтады ғой. Бұл ең керекті осы шоколадпен жұмыс істейтін мамандарға ең керекті, ең қажетті құрал болып табылады. Ал енді кірісейік. Шоколадымызды құйдық. Енді қалақша жаңағы сіздермен зарарсыздандырған. Енді осымен жұмыс істейміз. Яғни бұл температураны түсіру деген сөз. Қаншаға түсіреміз деген сұрақ болатын шығар барлықтарыңызда. 27-ге түсіреміз.
Qarab qo'yib. 33 ketdi. Sağda bir жүргізіп qo'yib. Endi ta'bir ko'rib qo'yib, qancha bo'lgan. Endi alamizda buni qaytib o'zimizning hibsimizga qo'yamiz. Bulaşık kıyamız. Bu koyumuzlar arasında koy. Bunun dайын емесін сіздер тағы да көзбен де қарауға болады. Өйткені құйған кезде қараңыздаршы. Байқасаңыздар үзілмейді. Значит, біздің шоколадымыз дайын деген сөз былайша айтқанда. Есі қолдарыңызда пирометр болмаған жағдайда осылай тексерсеңіз болады. Біздің тоңазытқышымызда уже сәндеуге дайындап қойған. Неміз тұр, неміз. Қазір Еще лет на турсу, концерт. Ожидали, да не зашла. Енді бізге не керек? Бізге сәндеуге жаңа бояуын бояп. Енді мына жерде бізге ең керек затымыз бұл жерде сәндеу үшін жылтыр түс беру үшін серебро түс дейміз, алтын түс дейміз, екі түсті таңдадым. Яғни бұл жерде кесточканы аламыз да жайлап жайлап болып ұшады сіздерге. Мынау бізде алтын түстес болады қазір. Бір жағын эксперимент ретінде жылтыр алтын түсті таңдайық. Екінші бетке қазір күміс түсті таңдайық, жылтыр.
Мына бетіміз бізде қазір жылтыр болады, мына бетіміз сұр болады. Енді ол сәл тоңазытқа қанша біз жаңа сіздер білесіздер температурасын 27 температураны термометрмен қарап қояйық. Енді сіздер былай қолдансаңыздар, астынан да қолдансаңыздар болады. Өйткені асты да қатады ғой шоколад. Сол үшін осылай қолдансаңыздар болады. Енді бұны арнайы қапшық кондитер қапқа не істейміз? Құямыз. Байқағаныңызда темперированный қалай басталып, қалай аяқтаған. Бірінші температураны ең алдымен біз білесіздер 50-55-ке көтердік водяной баняда. Одан кейін мрамор тақташасында оны кристаллизация болу үшін тағы да 27 градусқа түсірдік. Және феннің көмегімен қайтып оны 30 неге дейін көтердік. 32-ке дейін. Осылай кондитерский мешокты дайындап қоямыз. Енді морозилькеге холодильникке салған затымызды алайық. Міне холодильникке алдық. Боялған жаңағы әрлеген қауымызды осыған енді шоколадын құймыз. Енді не істейміз? Енді жақсылап ұрамыз. Байқасаңыздар, қазір сіздерден камерадан көріне ма, көрінбей ма, ішінде бұның ауа болады, шоколадты. Бұны ұрамыз. Енді жайлап бұны ішін төңкереміз. Мынаның барлығы ағып керек. Артық. Жай осылай алып, ұрасыз.
Енді жайлап сіздер не істейсіздер? Астын тазалап, осылай. Не, байқасаңыздар, астын тазалап түсірдік. Енді осыны тура осылай холодильникке қайтып морозильникке осылай қоямыз. Артығының барлығы түсті, көрдіңіздер, ағылатқан жоқ ештеңе. Енді морозильникке саламыз. Енді мына артық жатқанымыздың бәрін жинап аламыз. Сіздерге айта кетейік, бұл жерде бұның ішінде қара шоколад тез қатуының себебі бұның құрамында какао масло аз. Ал ақ шоколад, молочный шоколадты қолдансыздар, более көбірек қатпайды. Енді сіздер қазір тағы да керек құрал жабдықтардың бәрін сізге көрсеттік. Енді жайлап немізді бір қарап қойайын. Келесі салма дайындау деп айтамыз ғой. Салма дайындағанда ең алдымен бізге не керек? Салма дайындағанда біз уақыттың тығыздығына байланысты карамель салмасын дайындадық. Оны енді неге құямыз? Салманың дайындап қойды. Және екінші салмамыз бұл жерде бізде алма пюресі. Оны да салып дайындап қойды. Екі салманың түрі дайын. Енді морозильниктен алып үшін начинкасымен толықтырамыз. Ал тастаймыз. Мына начинкамыз біздің. Карамельный начинка.
Құйып. Енді равномерно бәр жерге тарау үшін ұрып қойып себебі де сол. Енді шоколадымызды тағы бір неғып қойық. Үстіне құйып. Былайша айтқанда, начинкамыз жауып отыр, асты ғой. Құйып болдық начинкамызды. Енді гитарный пленка деп айтамыз бізде кондитерлерде. Мен жақсылап жауып шығамыз. Бір жағынан, пленканың бір жағын ұстайсыздар. Жайлап, волна осылай жібересіздер шоколадты. Бұны не үшін істейміз? Өйткені WorldSkills'тың тақырыбы бойынша да шоколадымыздың астына дейін көңіл бөлінеді. Оның асты норматив бойынша да бір қалыпты түп түзу болу керек. Сол үшін осындай пленканы қолдануға беремін. Енді айналасын сәл тазалап тастайық. Тазаладық. Енді бұны біз не істейміз? Холодильникке қайтып апарып қоямыз. Енді орнымызды жақсылап жинап аламыз. Қазір холодильнигімізді бір қарап қойайық. Бірақ ол білесіздер, уақыт керек, өйткені қату үшін. Енді сіздерге түсінікті болу үшін жаңағындай карбонаттар от қатқанша сіздерге жаңағындай WorldSkills'та болған қателіктер, минустар, плюстарына тоқталып кетемін. Ең жаңағындай
сіздерге алдын ала айтылды ғой жаңа қалып мәселесіне көп көңіл бөліңіздер. Өйткені барлығымыз World деп Қазақстанның біліктілігін көтеру осы көп салалы дамыған елу мемлекеттің қатарына кіру үшін өз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймыз осылай. Міне жаңа айтып кеткен халықтарымыз мынау ғой. Бізде алдында біз 2 жылдан бері қатысып келе жатырмық мына осы кондитер саласы бойынша. Мынау қалып, бұл қалып бізде көбіне 12 грамм береді. Мына қалпымыз 13 грамм береді. Мынау тура бізде 12 грамм береді. Мынау енді өздеріңізде балдарды сәл қызықтыру үшін қолданысуға болады. Бірақ сіздерге советім, бұны WorldSkills-қа апарудың қажеті жоқ, алудың қажеті жоқ. И керек ең жақсы шоколад Callebaut. Бар қазір арзан АБК дейміз ғой, капля. Ол да бар. Бірақ Қазақстаннан ол бізде дегенде шығып жатыр, Ташкенттен де. Ең жақсы бельгийский профессиональный шоколадымыз, қара, ақ, молочный, бельгийский, Бельгия елінен шығатын Callebaut фирмасы. Және қолданысқа мына фирманың фенін ұсынамын, өйткені бұның кәдімгі феннен айырмашылығы бұл температураны жақсы ұстайды. Бұның барлығын біз жаңа іс жүзінде, тәжірибе жүзінде байқап отырмыз. Шоколадымызды тоңазытқыштан алдық. Енді ұрып түсіреміз.